Облыс орталығында алғаш рет қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің форумы өтті. Оған 400-ге жуық педагог қатысты. Форум туралы толығырақ тілші материалынан көрейік. Қазақ тілін дамыту, заманауи әдістеме және жаңа мүмкіндіктер атты форум ұстаздардың кәсіби біліктілігін жетілдіру, шығармашылық әлеуетін арттыруға бағытталды. Форумның өтуіне халықаралық қазақ тілі қоғамының өңіріміздегі филиалы ұйытқы болды. Бұл енді мұғалімдердің, қазақ тілі мұғалімдерінің қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтуде атқарып отырған жаңа рөлі, мүмкіндіктері өте зор. Көп мүмкіндік осы кісілердің қолдарында. Сондықтан осы алғаш рет осы кісілерді жинап, пікір алмасу. Бұл жерде Астанадан ғалымдар, тіл мамандары келіп, бұл кісілерге семинар ретінде оқыту жұмыстарын жасайды, тәжірибе алмасады. Осы форумнан үлкен нәтиже күтіп отырмыз. Өйткені мұғалімдер қазақ тілін үйретуде жаңа әдістер үйреніп, арғайда болашақта жұмыстарына қолданып, тіл қолдану аясын кеңейтеді деп ойлаймыз. Халықаралық қазақ тілі қоғамының негізгі жұмыс бағыттарының бірі қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсету. Сондықтан форумда спикерлер маңызды тақырыптарды көтерді. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілімен қатар орыс тілінің де еркін қолдануына заңдық негіз бар. Біріккен ұлттар ұйымының ресми тілдерінің бір ретінде белгіленген, енді кез келген адам қажеттілікке байланысты тілдің қолданысын, оның кең таралғандығын немесе кәсіпке мамандықты пайдаланғандығына қарап тілді үйренетіні белгілі. Үш тілді оқу заман талабы десек, оның ішіне қазақ тілін алатын орны ерекше. Осы ретте мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту үшін педагогтер сабақты жаңа әдістермен қызықты өткізуге тырысады. Қазіргі таңда әрине бізде сабақта қазіргі таңда әрине талап ететіні ол заманауи әдіс тәсілдер. Бұл әдістерді сабақта өте тиімді қолдану керек. Өйткені қазіргі заман талабы, яғни өзгерістерді бір қалыпта тұрмай, көп өзгерістерді қажет етеді. Әріптестермен кездесу, бір-бірімен тәжірибе алмасу, яғни бұл біз үшін өте маңызды. Сондай-ақ форумға жас мамандар да қатысты. Әрине бұндай форум осындай үлкен көлемде өтіп жатқаны өте қуаныштымыз. Себебі бізге де басқа ұстаздардың тәжірибесімен бөлісу өте қызықты. Бір жағынан біз үшін тәжірибе оның барлығы жас мамандар болғандықтан. Мен биыл жас маманмын, бірінші жыл жұмыс істеп жатырмын. Форумда ұстаздарға ашық микрофон ұсынылды. Олар өз кезегіне сұрақтарын қойып, ұсыныстарын да білдірді. Мұндай шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Қымбат Садық, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.